Сәлем достар. Бүгін біз тура осындай шекерліктің түрін ойлап таптық. Бұның жасалу жолын сіздерге көрсетуді шештім. Ол үшін бізге осындай сеп керек болады. Осы септі біз 70 сантиметр қылып өлшеп алып кесіп аламыз. Кесетін өзінің арнайы құралы болады. Соны базардан сатып алсаңыздар болады. Немесе бутиктерде де сатылады арнайы. Бесер сататын жерден іздеп тауып аласыздар. Содан кейінгі жұмысты айта кетейін. Осылай майда моншақты осы сепке 16 сантиметр өлшеп алып арғы жағына қарай жалғап бастайсыз. Әр септе моншақтан кейін 5 ұштық тесік қалдырып ары қарай іліп бастайсыз. Одан кейінгі шаруа бағана көрсеткен моншақты үшеуін бір-біріне жалғап аласыз да осы септің екі жағына құлақ ретінде іліп қоясыз. Одан кейінгі шаруамыз мына видеода көрсетіп тұрған шекерліктегідей септі екі жағындағы құлағында салбырап тұрған соны жасау. Міне тура осылай өлшеп аласыз. Өзіңіз ұзын қылғыңыз келсе ұзынын, немесе кішкене қылғыңыз келсе кішкентайын кесіп аласыз. Сонымен бұл видеодағы шекерліктің түрін тура осылай істеу үшін міне көрсетіп тұрмын. Осы жерлерге септі жалғап аласыздар. 5 ұштықтан екі жағына екі құлағына жалғайсыз. Сосын одан кейінгі шаруа бағанағы маңдайда тұрған моншақты сол септің астына жалғап аласыз. Сонда біздің шекерлігіміз почти дайын болады. Если сұрақтарыңыз болса, или өздеріңіздің қойғыңыз кеп тұрған сұрағыңыз болса, комментте жазсаңыздар, немесе ұнамаған жер болса да жазсаңыздар, мен міндетті түрде оқып жауап беретін боламын. Ұнаса лайк басыңыздар және маған подписать етіп қойыңыздар. Мен мына видеода толық сіздерге түсіргенмін, қысқартып, почти біздің шекерлігіміз негізі дайын болып қалды. Если сіздерге басқаша түрі ұнаса, типа осыған ұқсатып, өздеріңіз жасай берсеңіздер болады. Бұл менің өзімнің ойлап тапқан идеям болатын. Сіздер моншақ қоссаңыздар да болады, арасына кесіп. Ондай да видеолар бар. Басқа видеоларды көрсеңіздер, если өздеріңізге ұнайтын шекерліктің түрін таба аласыздар. Мына жерде уже менің шекерлігім дайын болып қалды. Почти өте әдемі ретінде көрінсін деп, мен мына жерде әдемі қалап істеп жатқан түрім. Міне почти дайын болды шекерлігім. Тағы не айтайын сіздерге? Басқа да өздеріңіздің ойларыңыз болса, осындай жасаңызшы десеңіздер, мен басқа видеоларда саламын. Тақия или басқа да өздеріңізге керек затты жасай алмай жүрсеңіздер, осындай әдемі бұйымдардан комментарийге жазсаңыз, мен видеосын істеп салатын боламын. Шекерлігіміз дайын, тура осылай шығады ең соңында. Рахмет сіздерге.